Мен үйдің 5-ші қызымын. Үйде 7 қыз. Анам ұл туамын деп туа берген. Алайда Алла ұл бермей 7 қызды сыйлады. Анамның мінезі бар. Үйді басқарып, әкеме сөзін жүргізеді. Әкем байғұс жетім бала. Әркімнің қолында жалтақтап өскен. Анам болса басшылық жерде өскен. Мінезді ерке қыз болған. Нағашы әжем орыс қызы, атам қазақ. Сондықтан болар анам метес, сұлулығы басқаларда еріксіз тартатыны. Ауылдағы ең бай, малы көп сыйлы үйдің келіні болған анам, қызды болған соң күйеуімен үй ішімен ұрысып, ол үйден кетіп тынады. Бәлкім мінезіне қайынжұрты шыдамаған болу керек. Бір қызбен қайтып келген анам көп ұзамай екінші рет тұрмыс құрады. Өйткені күйеуі үйленген. Бұл хабар анамның жүрегін жаралаған болар. Бәлкім ашумен білмеймін енді. Менің момын әкеме тиіп алған. Менің әкем анамның бұрынғы күйеуінің үйінде малшы. Бір жағына сол үйде өскен. Яғни менің әкем мен анамның бірінші күйеуі туыс ағайынды жандар. Анамның қалай қайты бас-бос үйленбеген әкемнің әйелі болып шыға келгенін нақты білмеймін. Әкем анамның сұлулығына қызыққан болар. Бұлай әкем момын болса да сырт келбеті тартымды жігіт. Қой көзді, қою қара қасты бойшаң. Менің көздерім, қастарым әкеме тартып, анам сияқты аққұба қызмын. Менде сұлулықтан кем емеспін. Бірақ анамның бірінші күйеуден туған әпкем қара қыз болды. Менің әкемнен туған 6 қыз аққұба болдық. Тек үйдегі ерекшесі сол әпкеміз. Десе де біз бойжетіп сол әпкем дүниеден өткенше әкесінің бөлек екенін білмедік. Бәріміз бір отбасының қызы секілді өмір сүрдік. Әкем де әпкемді бізден артық көрмеді. Анам мен әкем бас қосып, ол ауылдан бір жола көшіп кеткен. Өйткені әкемнің туыстары ұрыс шығарып, анамның туыстары да тыныштық бермегендіктен басқа қаланың қашық бір ауылына көшіп кеткен. Солай өмір сүріп, бірақ анам әкемді сонша басынатын еді. Әкем байғұс анамды шын сүйеді. Әйтпесе әлде қашан тастап кетер еді. Анамның сондай ит мінезіне екінің бірі шыдамас. Арада қаншама жылдар өтті. Үлкен әпкелерім тұрмыс құрып кеткен. Ол кездері мен баламын. Үлкен әпкем қалада бай жерге келін болды деп анамнан жер көкке сыйғызбай мақтайтыны еміс-еміс есімде қалыпты. 7-ші сыныпқа көшкелі жатқанда анам менің киімдерімді жиып, сен қыз қаладағы әпкенің үйінде тұрасың деді. Басында менің алдымдағы менен 3 жасқа үлкен әпкеме айтты. Мектеп бітіруіне соңғы жыл қалған әпкем келіспей, мінезі анамның мінезінде еді. Мен ғой байғұс әкеме ұқсап қалған момын едім. Кім не десе де көне беретінмін. Әрі үйдің бар шаруасын жасайтынды мен. Бала кезде мінезді әпкелерім жұмсап, соның үй тірлігіне өте жақын болдым. Есесіне сабағым нашар. Бірнеше жыл бұрын үйленген әпкем қанша жыл көтермей, 2 жыл аралығында дүниеге тұңғышы қыз баланы әкелген. Бұлай естігенім болмаса, ол сәбиді міне 3 жасында енді көріп жатырмын. Анам бізді көп аса әпкемнің үйіне әкелген емес. Әпкемде бауырларын шақырғанын көрмедім. Осы қызын туғалы әпкем жиі ауырып, енді аяқтан тұра алмай қалған көрінеді. Мен бұл үйге қызметші ретінде келдім десем де болады. Жаңа мектепке орналасып, сыныптасымен тез араласып кеттім. Сыныптағы оқушылар өзім сияқты сабаққа ынтасы жоқ. Бірақ осы мектепке келгелі менде сабаққа оқуға деген зейінім ашылып, ол оқушылардан сәлде болса алды болдым. Мұғалімдер мақтаған сайын менде барынша сабақты жақсы оқуға тырысып жүрдім. Әпкемнің үйінде көп жұмыс жоқ. Ара-тұра үй жинап, тамақты арнайы бір апа күндіз келіп дайындайды. Мен тек әпкемнің қызын бағамын. Ал жездем алғаш келген күннен бастап мені жылы жүзбен қарсы алды. Ауылда
әкемнің және басқа да ер адамдардың әбден ескі лас киім кигеніне көзім үйренген. Жездемді көріп сәл таңғалғаным рас. Әкімшілікте қызмет жасайды, сондықтан болар үстінде үнемі костюм шалбар, қымбат әтір. Үйге келгенде де тап-таза киімдерін киіп, жатар алдында бетіне крем жағып, өзіне сондай қарайды. Көп аса үйге кеш келеді, кейде келмейді. Сөйтсем, көңілдесі бар екен. Ауру әпкемнің көзінше көңілдесін үйге әкеліп бір төсекте болатын талай көргенмін. Сол кезде ненің не екенін білмейтін шағым. Көңілдесі үйге күндіз келеді. Сол кезде жездем үйдегі тамақ пісіретін апаға ақша беріп, екі қызымды паркке апарып қыдырып келіңдер дейтін. Мені қызым дейтін. Мен парк дегенді естіп қуанатын едім. Кейін несейіп, ес білгенде ғана жездемнің сұмдық әрекетін білдім. Арада 2 жыл өтті. Әпкемнің ауруы жазылмай асқына берді. Емдету үшін біраз қалаларда үй көрмей айлап жататын болды. Ол кезде мен 9 сыныпта оқитынмын. Үйдің барлық тірлігін алып жүретін, әрі әпкемнің тәтті қызын бағып керемет күн кешудемін. Ал жездем болса, маған өте ерекше қарайтын. Бойжеткен мені кішкентай қызымен жиі қыдыртып, қалаған киім керектілерімнің бәрін алып береді. Осы үйге келгелі қызым деп атайтын еді. 9 сынып оқығалы тәтті қыз деп атап жүрді. Ал мен ештеңе де ойламадым. Ауру әпкем үйде 10 шақты күндей болатын. Кейде 5 күнге жетпей ауруханаға түседі. Қан қысымы жиі көтеріледі. Анамның айтуынша дуа жасалған дейді. Осы күнге дейін қанша қалаға барып ем алса да еш нәтиже жоқ. Ал мен 9 сыныпта парталасым Русланға ғашық болдым. Ол да мені сүйді. Жездемнің арқасында әдемі қымбат киімдер киіп, сыныпта жарқырап жүрдім. Әрі сұлулығым тағы бар. Әкеме тартқан қой көзді, қара қастарым, ұзын кірпіктерім менің сұлулығымда онан әрі сұлуландыра түскен. Біраз мен деген жігіттер сөз айтып, мереке сайын сыйлық ұсынады. Соның ішінде Руслан да үміткер. Жаңа жыл мерекесінде менің я деген сөзімді алған жігіт мені құшақтай айналдырып жіберер емес. Екеуміздің сол күндеріміз өте бақытты жылдар еді. Мектеп бітіргенше қол ұстасып ел аузындағы қозы мен баяндай болдық. Екеуміздің арманымыз өте көп еді. Мектепті ойдағыдай бітіргенімізді тойлап, үйімізге тарастық. Ертеңіне ауылға баруға жиналғанмен, әпкемнің қызында дайындап бірге ауылға барып келетін болдық. Сіңлім Ғайша ол кезде 7 жастағы қыз болды. 3 жасынан бастап мен бағып келемін. Сондықтан менің жанымнан бір елі қалмайды. Мен де Ғайшаға қатты бауыр бастым. Қарағанды қаласына оқуға тапсырдым. Руслан Алматы қаласына тапсырды. Оның әке-шешесі Алматыдан жер алып, сол жаққа үй соққалы жатыр. Қарағандыдағы үйін сатуға қойды. Солай екеуміз 2 жақта болдық. Десе де байланысымыз үзілмеді. Мереке сайын Алматыда мен үшін Қарағанды қаласына келеді. Ал менің кешке жігітімен кездесуге шыққаным жездеме ұнамады. Кеш бата боянып жездеме ескертіп шығатын әдетім бар еді. Жездеме сыныптастарымен кездесеміз дейтін мені соңғы кезде қатты тексеріп, бірде Руслан екеуміз қол ұстасып үй алдына келгенде көріп қабағын шытты. Сөйтсе мені қызғанып жүр екен. Көп ұзамай әпкем қайтыс болып, бәріміз қайғыру үстіндеміз. Бірақ жездемнің қаншалықты қайғырғанын білмедім. Ер адам болғансын, аса қатты қайғырғаны білінбеді. Ең сорақысы, әпкемнің 40-ы өтпей жатып, ішімдікке сылқия тойған мені қызындай көрген жездем менің арымды төкті. Анам қызының 40-ы боламын дегенше үйде болған. Алайда сол күні Ғайшаны алып, ертең қайтып келемін. Ауылға барып келуім керек. Жолда ауырып қалсам, Ғайша сүйеу болар. Жанымда болсын деп, сөзіне мен байғұс сендім. Жездем кешке қарай такси шақыртып, Ғайша екеуін салып жіберді. Мен үйде жездем екеуміз қалдық.
Бұрында солай жалғыз қалып жүрміз. Сол күні анам мен жездем бөлек бөлмеде ұзақ сөйлескен еді. Арасында ұрыс та естілді. Тыңдайын десем, шыны керек, біреулердің сөзі маған не керек деп те ойладым. Мен ойладым, анамның шаң кеткен даусын естігенде әпкемнің өліміне жездемді кінәлаған болу керек деп. Алайда ол ұрыстары мен жайлы екен. Әттең, сол күні есіктің сыртында сол ұрыстарын тыңдағанымда бұндай азапты күндерім болмас еді. Сол күні жездем анама мен туралы мынандай әңгіме айтқан екен. Бөлмеге оңаша анамды шақырған жездем, апа, қазір мен сізге өте ауыр әңгіме айтамын, бірақ сіз ашуланбаңыз. Мен бәрін өзін реттеймін, тек сіз келіссеңіз болды. Шошып кеткен анам сол жерде дауыс көтерген екен. Жездем сабырға шақырып, апа, қызыңыз Гүлдерайымның аяғы ауыр, бір жігітпен кездесіп жүрген екен. Сол жігіт бүлдіріп тасап кетіпті. Өзіне қол салуға дейін барды. Әлі де сондай күйде жүр. Бәрінен де сіздердің естігендеріңізді қаламайды байғұс қыз. Бір қызыңыздан айырылдыңыз, енді тағы да қызыңыздан айырылу сіз үшін үлкен соққы. Егер қарсы болмасаңыз, мен Гүлдерайымды әйелдікке алғым келеді. Мүмкін болса, сол істі бүгін Гүлдерайым екеуміз оңашада шешсек. Батаңызды беріңіз. Бұл жерде Гүлдерайымның ішіндегі сәбиінің еш жазығы жоқ. Жастықпен қателікке ұрынды. Мен ол қызды өмір бойы алақанымда аялап өтемін деп еркек басымен анамның аяғына жығылған екен. Ал шарасыз анам не істерін білмей жылай беріпті. Бәлкім бізге қатал көрінгенімен анамның жүрегі бізді жақсы көреді. Ұзақ ойланған анам келісіпті. Кезінде өзі де бір баламен үйде отырды ғой. Менің де солай болғанымда қаламады ма сірә. Ол бөлмеден шыққанда маған бір түрлі көзбен қарағаны сол екен. Маған бір ауыз сөз айтпаудың да себебі бар. Әккі жездем барынша мені өзіне қол салады деп анамды сендірген. Қарғыс атқан сол күні мен өзіме қол жұмсап ауруханадан бірақ шықтым. Әкедей көрген адам арымды төгіп әйелі болуын сұрағанда бұл өмір мен үшін тозақ болып кеткендей көрінді. Полиция қызметкері келмей тұрып, дәрігердің қалтасына ақша тыққан жездем есімді жиған бойда мені ол жерден әкетіп қонақ үйге апарды. Қайта-қайта кешірім сұрап, аяғыма жығылып тіпті сүйетінін айтқанда, мен одан қаншалықты жеркенетімді ол түсінбейді. Әлде білгісі келмейді. Жасы менен әлде қайда 13 жасқа үлкен. Жасын қоя бердім. Әпкемнің топырағы кетпей тұрып, мынадай сорақы іс жасағанына түңіліп кеттім. Қонақ үйде мені қанша көндірсе де, еш уақытта жездемнің әйелі болуға келісім бермедім. Бұл қылығыма ашуланған жездем мені бопсалауға кірісті. Жарайды, есік әне, кет. Бірақ есіңе сақта. Қай жерде жүрсең де, сол жерге барып, менімен бала кезден бастап көңіл қосты деп елге жария қыламын. Сосын Ғайшаны өз қолымен буындырып, артынша өзім өлемін. Өлер алдында бәріне кінәлі сен екенді хатқа жазып кетемін. Ұмытып барамын. Сенің шешең маған әйелдікке беруге рұқсат берді. Кеше түні әдейі үйден кетті, бізді оңаша бірге болсын деп. Анамның рұқсат бергенін естігенде жүрегім тоқтап қала жаздады. Бір жағынан Ғайшаны өлтірем дегені жаныма қатты батты. Мен амалсыз мына сөздерден соң жездемнің әйелі болуға келістім. Алайда 2 жыл тұрсам да төсекте бірге болмадым. Онымен бір үйде тұрғаным үшін қатты қиналғанымды ешкім түсінбеді. Сол 1-2 жылда мен не көрмедім, Алла ешкімнің басына бермесін. Өмірден түңіліп кеткенмен, ол өмірді не үшін сүріп жүргенімді білмеймін. Русланға соңғы рет амалсыз өтірік айттым. Алло, жаным, қалайсың? Сенің даусыңды сағындым дейді. Әпкем қайтқалы енді сөйлесіп тұрмыз. Әпкемнен айырылдым. Жылап ары-қара айта алмай, сәл өзіме келіп, енді мені іздеме. Мен тұрмысқа шыққалы жатырмын. Сау бол деп тұтқаны қойдым. Телефонды өшіре салдым. Сол күні кешке ұшақпен немесе көлікпен бе жездемнің үйіне жетіп келген Русланды
терезеден көріп өксігімді баса алмай жылай бердім. Жездемнің ол кезде аңдағаны мен әрине. Есік алдындағы Русланға Гүлдерайым енді менің заңды әйелім деп бақырып айтты. Бұл сөзге сенбеген Руслан басын ұстап жерді жұдырығымен ұра берді. Гүлдерайым, шықшы, жеке сөйлесейік деп айқайлап қояды. Менің шығуға батылым бармады. Не айтамын, не деймін? Болса да мен ол ойлағандай енді пәк емеспін. Есік алдынан кетпеген Русланды жездем жұдырықтауға көшті. Ары қарай терезеден қарауға жүрегім шыдамады. Сол кезде әттең-ай бәрін тастап, Русланмен еріп кеткенімде бәлкім өмірім өзгеріп, бәрі де аман болар еді. Жездемнің де, Ғайшаның да өлімі болмас еді деген қайғы ойдан әлі күнге дейін арылмадым. Одан кейін 2 рет Руслан келді. Бірақ мен терезеден ғана сығалап, онымен кездесуге шықпадым. Менен сонша көңілі қалған ол, одан кейін қайтып келмеді. Әпкемнің орын басқан мен тек бұл үйде Ғайша үшін жүрдім. Оқуымды жайына қалды. Мына өмір қызық емес. Ол аздай өз бауырларым менен безінді. Олардың айтатыны мен әпкемнің байлығы үшін жездемді айналдырған сорлы екенмін. Ол сөздерді бауырларымның аузынан естіп бір жылап алдым. Бір күн болдық екен деп жездем мені қасына жатады деп қатты қателесті. Кеш бата Ғайшаның жанына жатып, есікті тас қылып бекітіп, үнемі одан қашып жүрдім. Бірде күндізгі уақытта жездем үйге келді. Ол кезде Ғайша сабаққа кеткен. Ас үйде ыдыс жуып жүрген едім. Ол көп аса күндіз үйге келмейтін, екінші қатыны көңілдесінің үйінен шықпайтын. Екеуі бір жерде жұмыс жасайды. Үйде жалғыз қалғанымды білген ол маған тиіспекші болды. Дереу пышақты алғанмен, егер жолайтын болсаң, өзімді өлтіремін. Одан кейін не істесең де маған бәрібір. Сен айуан, менің өмірімді құрттың. Маған мына өмір қызық емес. Тірі жүрсем, ол Ғайша үшін жүрмін. Айқайлай, жылап өзімді өлтіруге дейін бардым. Ол қорыққан болу керек. Жарайды, мен кеттім. Тек пышағыңды тасташы, деп үйден шығып кетті. Одан кейін 3 күн бойы үйде болмады. 4-ші күні келді. Көңілдесін осы үйге тұрғызбақшы. Маған десе 10 әйел тұрғызса да, жездеме деген көңілім әлде қашан суыған. Сондағы ойы мені көңілдесімен қызғандыру екен. Ал мен қызғанбақ түгіл, жездемді жек көргенім былай тұрсын, жүзіне қарауға жиіркенемін. Қанша жерден ұятта болса айтайын, олар күндіз менің көзімше неше түрлі ерсі қылық жасайды. Сол кезде әпкем есіме түсті. Байғұс әпкем-ай, бала кезде менімен қызын сабақ баққа барыңдар деп шығарып жіберетін. Сол кезде ауру әпкемнің көзінше осы тірліктерін жасайды екен ғой, мына 2 арсыз. Бір қызығы, жездемнің көңілдесі мені жездемнің әйелдікке алғанын бейхабар екен. Осылай жүрген бұл арсыздардың үстіне анам түсті. Мені немересін сағынған анам үйге келді. 2 арсыз білгендерін жасағанда мен бөлмемді құлыптап алып, құлағым ештеңе естімеу үшін жастықта басыма басып жататынмын. Бар ойым Русланмен өткен күндерімді ойлап, жылағаннан басқа қолымнан ештеңе келмей. Анам шыны керек, әпкем қайтқалы бұл үйге аяқ баспаған. Арада 2 жылға жуық дегенде келіп тұр. Мен де сол уақытқа дейін ауылға аяқ баспадым. Бауырларым түгіл, ауыл аймақ менің жездеме әйел болғанымды біледі. Ар жағын айтпай-ақ қойдым. Олардың көздеріне түсу мен үшін тозақ отын басумен тең. Есікті тарсылдата қаққан анамды олар күтпеген. Есікті үстіндегі ашық-шашық киіммен шыққан көңілдесі ашқанда анамның қандай күйде болғанын айтпаса да белгілі. Бұл 2 арсыз түскі үзілісте үйге келіп тамақтарын ішіп, осылай жаман істерін жасап қайта жұмысқа кететін. Айғай салған анамның даусын естігендей болдым. Бірақ анам екеніне сенбей, есікті ашып қарасам, анам екен. Мені анамда жек көріп,
осынша уақыт бойы іздемеді деп ойлайтынмын, бірақ бұл ойым қате екен. Ашуға булыққан анам әлгі қатынның шашына жабысып сүйрелеп жүр. Жездеме қарап қолына түскен затты лақтырып жатты. Екі дүниеде де оңбай кеткір. Бір қызында ажал құштырдың, енді бірін жас өмірін қор еттің. Әй оңбаған-ай, Гүлдерайымды әйелдікке алғанда не деп едің мағана? Сол кезде анамның уысынан босап шыққан көңілдесі жан айқайы шығып шәңк етті. Сен оңбаған өз балдызыңды әйелдікке алдың ба? Сонда мынау сенің әйелің ба? Деп мені нұсқап. Мен бөлмеден шыққан бойда анама қарап жылап тұрмын. Анам қасыма келіп құшақтап, екеуміз де жылап босап жатырмыз. Әлгі көңілдесі жездемнің жағасына жабысып, шыныңды айт деймін. Сен онымен болдың ба? Ол сенің әйелің бе? Аузын әзер ашқан жездем, я, ол менің әйелім. Біз бірге болдық. Сені тек ол қызғансын деп осы үйге тұрғыздым. Немене, менің әйелім боламын деп ойладың ба? Шындықты естісең, енді үйден кет деп, көңілдесін үйден қуған жездеме сөзім жоқ. Ашуға булыққан көңілдесі өзінің сонша қоқыс сияқты тастай салғанына әбден намыстанып қарада тұр. Мені жылатқаның үшін жазаңды беремін. Қанша жыл бойы бірге тұрып, бірге жатып жүрсе де араларында бала жоқ. Жездем қаламаған болар. Өйткені қызына да әке болып жарытқаны шамалы. Анамда бар ашуын шығарып, сол жерде шындықтың беті ашылды. Ғайшаның мектебіне барып, ол қызды алып пәтер іздедік. Ескі пәтерге уақытша анам мен Ғайша үшеуміз тұра бастадық. Ғайшаның қасында мен болсам болғаны әкесін іздемейді. Тек үйден не үшін кеткенімізді сұрады. Кейін айтамын деп ол қызға ештеңе айта алмады. 2 күннен соң анам ауылға барып заттарын әкеліп, мен жұмыс іздей бастадым. Енді ғана бас көтеріп, өмірім өзгергендей болғанда жездемнің қайтыс болғанын естідім. Оны мектеп басшылығы айтты. Естігенде жүрегім тоқтап, қалардай күй кештім. Бәрінен де әкесінің өліміне Ғайша мені кінәлайды деген ой маза берер емес. Мен ойлаған едім, жездем көңілдесімен қайта табысып өмір сүріп жатқаны іштей 100% сенімді болдым. Не себеп, не үшін екені белгісіз жездем өзін асыпты. Соңғы 1 айда жұмысқа бармай үйде ішімдік ішіп, онан жұмыстан қуылған. Соңы өзіне қол жұмсаумен аяқталды. Осыдан кейін менің бір түнім тыныш болмады. Қаншама ойлар маза бермеді. Жезде мені шынымен ұнатып, менің кеткенім үшін өзін өлтірді деген ой. Біреудің өліміне кінәлі болу ең жаманы осы екен. Кейде өзімді ақтап, менің не жазығым бар, оның мойнына жіпті салған мен емес. Осында 2 ой санамнан кетпей жүдеп барамын. Жездемнің 40-ы өтіп, барлық жоралғыларды жасадым. Шын мәнінде мен жездемнің заңды әйелі емес екенмін. Я, ЗАГСке тұрмадық. Қайғыдан көз ашпаған мен соны енді ғана білдім ғой. Жездемнің атындағы біраз дүние мүлік бар екен. Ғайшаны жетімдер үйіне жібермей өз қамқоршылығыма алдым. Анам мен әкем мені қолдап, менің қайта жоғарғы оқуыма барынша көмектесті. Ғайша екеуміз даңғарайда үйде тұрып жаттық. Ғайшаға барынша аналық жылулығымды беруге тырыстым. Арада бірнеше жыл өтіп, Ғайша мектеп бітірді. 18 жасқа толған Ғайша үй өз атына аударылды. Ал мен жездемнің бірде-бір мүлкіне тимедім. Оқуымды оқып, мектепке бастауыш мұғалім болып жұмыс жасадым. 2 мәрте тұрмысқа шығу дегенді мүлде ойламадым. Анам байғұс ара-тұра келіп, тұрмысқа шығуымды жиі айтып жүрді. Ал менің бар ойым әпкемнің аманатын жылатпай өсіріп, өмірде өз орнын тапса екен деп қатты армандадым. Ғайша өте мейірімді балажан еді. Қалаған оқуына түскен қыз, ол жердегі декан апаймен жақсы араласып, кейде сол апайының бөпесін бағады екен. Ол үйдегі апайы мен оның күйеуі менің Ғайшамды өз қыздарынан кем көрмей, үйіне жиі шақырып қонақ етеді екен.
Әкесінің қайтқан күніне 5 күн қалғанда Ғайша телефон шалды. Мені әпке деп атайтын. Әпке, қалайсыз, амансыз ба? Я ботам, бәрі жақсы, өзің қалайсың? Әпке, жақында әкемнің қайтқан күніне орай Құдай тамақ берейік. Мен деканнан сұрандым, 1 аптаға жіберді. Жарайды жаным, онда мен үйді реттей берейін. Осы күнге дейін бұл сөзді айтпайтын. Ғайшамның аяқ астынан осылай айтқанына таң қалдым. Ішімнен ойлап қоямын. Жаным-ау, өсейіп кеткен бе өзі, әлде түсінде әкесін көріп жүрмекен? Ғайша оқуға кеткелі әкесіне құдайы тамақ жасалмады. 2 күннен соң Ғайшамда оқудан сұранып келді. Келген бойда құшақтасып ұзақ тұрдық. Онан кешке жатарда да құшағымыз айырылмады. Ботам-ау, неге үндемей жатырсың? Әдетте оқудағы қызықтарыңды айтушы едің. Айтшы жаным, бір жағдай болды ма? Деп сұрай бастадым. Әпке, менде бәрі жақсы. Мен тек шаршадым. Ертең айтамын деп мені онан әрі қапсыра құшақтады. Солай екеуміз құшақтасып ұйқыға кеттік. Ертеңіне базардан анау-мынау заттарымды әкеліп, Ғайша қасымда жүр. Бірақ әлі де жүзі солғын. Кеше жолдан шаршап келді деп ойладым. Ғайшажан, саған не болды? Айтшы, қане. Маған солғын тартқан түрің ұнамай тұр. Әпкетайым, еш уайымдамаңызшы. Кеше пойызда тамақтанып ұшынып қалдым. Сонан сәл ішім ауырып, мазам болмай тұр. Ойбай, жүр онда. Емханаға барып асқазанды тазалайық деп шошып кеттім. Әпке, жаңа ғана дәрі іштім. Қазір басылады. Одан да ертеңгі күнге дайындық жасайықшы деп көңілімді алдағандай болды. Кеш бата Ғайшам тағы қиналып ішін ұстап жата кетті. Қорқып кеткенмен дереу жедел жәрдем шақырып ауруханаға бардық. Алайда ауруханаға кірген бойда Ғайшамның демі үзілді. Сап-сау жас қыз еш ауырмастан мені тастап кете барды. Пойызда жеген тамағынан қатты ұшынған қыз уланған екен. Ол асқынып өмірмен қоштасуға әкелді. Әкесіне Құдай тамақ беремін деген алтынымның сол күні жаназасы шықты. Бұл қандай тағдыр? Әкесінің қайтқан күнінде Ғайшам да қайтты. Осы бір ауыр қайғы мені әбден қатты қинады. Осы күнге дейін Ғайша үшін өмір сүрген едім. Енді кім үшін өмір сүремін? Ұзақ уақыт тағы күйзеліске түстім. Кезінде жездемді сонша қарғағаным рас. Талай көз жасыма шомыла қарғадым. Бірақ соншалықты осындай болатынын білгенімде, әттең жездемнің әйелі болып жүре берер едім. Ең болмаса Ғайшамның өлімі болмас еді. Осындай ауыр ойдан құтылмаған мен өз еркіммен жұмыстан шықтым. Жарты жыл өзіме келе алмай ұзақ қиналдым. Анам барынша қолдап бұл қиындықтан алып шықты. Ойлана келе бәрін тастап Алматыға көшіп кеттім. Бұл жақта балалар үйіне жұмысқа орналастым. Жетім қалған балалар менің өмірімді өзгертті. Оларды бағу мен үшін өте жауапты іс. Арада біршама жыл өтті. Қазіргі таңда мен жетім балаларға анамын. Олардың күлкісі маған бақыт сыйлайды. Бар өмірімді осы бейкүнә балаларға арнауды шештім. Ол балалар менің қайғымды ұмыттырды. Бірақ кейде әттең-ай деген өкініштер жүрегімнен дақ сияқты кетпей қойды.